бір сумка әкеп тұр да, үлкен мынандай салмақты, көлемді. Сосын айтады, самал тексеріп жүрші. Самал Ахметова Астана халықаралық әуежайында 2006 жылдан бері қызмет етеді. Авиациялық қауіпсіздік инспекторы. Алайда әуежайдағы алғашқы жұмысы тексеру қызметінде басталған. Сол ит осыған қайта-қайта үріп дейді, бой бермей жатыр. Былай жеп-жеңіл дейді. Соны өткізіп қарасақ, іші толған печенье. И сәл ғана ортасында, мынандай ғана бір сверток дейді ғой. Жаңа есірткі. Самалдан әуежайда қызмет еткісі келетін жандар қандай қасиеттерге ие болу қажет екенін сұрадық. Ең біріншіден жауапкершілік мол болу керек, мұқият болу керек. Осы жұмысқа сай. Жаңағы авиациялық қауіпсіздікте ережелерді білу керек, өзінің құқығын білу керек. Адамдармен жұмыс істеу, олармен тіл табысу, батыл болу керек біздің жұмыста. Ананың көңілі балада. Бүгінгі кейіпкеріміздің де бар мақтанышы ұлы. Өзі спортсмен, өзі әнші. Сол көбінесе жаңа әншілік қасиеттері бар. Сол мысалы өзіміз ауданда бірінші класстан бастап өлең айтып сахнада. Сол алгебраға, математика жағына жақсы, қазақ тілге жақсы. Мысалы қаншама неге қатысты олимпиадаға, республикалық, мысалы қазақ тілінен орындар алған. Самал Ахметова әуежай қызметкерлерін халықаралық әйелдер күнімен құттықтап, ақжарма тілегін білдірді. Зор денсаулық, отбасыларына бақыт тілеймін, бала-шағалары, әке-шешелері аман болсын. Осы салада тек қана төзімділік, жауапкершілік. Енді ойлаймын, олар осындай жұмыс істегеннен кейін енді нақып келіп, сол бақыт тілеймін. Осы қойған армандары, мақсаттары жете берсін соларға. Жұмыста табыс.